Сабақтың тақырыбы зерттеу жобаларын оқу процесіне білім алушылардың шығармашылық ойлауын ынталандыру құралы ретінде кіріктіру, тарих және құқық негіздерін оқытуда зерттеу әдістерін кіріктіру тұжырымдамасы, білім алушылардың шығармашылық ойлауын ынталандыруға арналған стратегиялар мен практикалық тәсілдерді әзірлеу. Сабақ барысында тыңдаушыларға шығармашылық ойларын ынталандыруға арналған түрлі әдістер мен стратегияларды қолданудың маңыздылығын түсіндірдім. Әсіресе зерттеу жобалары мен зерттеу әдістерінің тарих және құқық негіздерін оқытуда тиімді қолдану керек екенін айттым. Оқытудың интерактивті әдістері білім алушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, олардың белсенді ойлауын дамытуға бағытталған. Сонымен қатар, ассоциативті қатар, синквейн, миға шабыл сияқты әдістер шығармашылық ойлауды дамытуға септігін тигізді. Әр топтың өз тақырыбы бойынша зерттеу жүргізіп, қорытындыларын ұсынуы тыңдаушылардың практикалық дағдыларын жетілдіруге мүмкіндік берді. Қызықты да әрі пайдалы сәттердің бірі әр топ өз зерттеу тақырыбы бойынша жұмыс жасап, нәтижелерін қорғауы болды. Әр топтың тақырыпты талдау және зерттеу барысында топтық ынтымақтастық пен қоғамдық пікірталас белсенді жүргізілді. Бұл сәт тыңдаушылардың өз пікірін білдіріп, бір-бірімен тәжірибе алмасуына мүмкіндік берді. Сонымен қатар, айналмалы рефлексия әдісі бойынша кері байланыс алу өте пайдалы болды. Бұл әдіс сабақты қалай қабылдағандарын, қандай қиындықтар туындағанын және не жақсартуды қалайтынын білуге мүмкіндік берді. Келесі сабақтарда топтардың зерттеу жұмыстарын тағы да нақтырақ бағыттап, әр топқа көбірек уақыт беру керек деп ойлаймын. Сондай-ақ топтық жұмыс барысында пікірталастар мен талқылауларды күшейтіп, әр топтың өзара тәжірибе алмасуына жағдай жасау маңызды болар еді. Қиындықтарды еңсеру үшін қосымша ресурстар мен интернет көздерін ұсыну қажет болады. Сонымен қатар, кері байланыс берудің форматын әрқашан әртүрлі жасап, тыңдаушылардың сабақты қаншалықты тиімді түсінгенін көруге болады. Бұл сабақ барысында білім алушылардың шығармашылық ойлауын ынталандыруға арналған әдістердің тиімділігін көріп, оқу процесіне ендіруге болатын түрлі құралдарды меңгерді. Сабақтың қорытындысын тыңдаушылардан алған кері байланыс арқылы әрі қарай жетілдіруге болады.